Қайырлы күн, достар. Бүгін қарапайым зебра пирогын жасаймыз. Өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді болып шығады. Жасап көрейік. Ол үшін бізге қант, ас содасы, уксус, тұз, сұйық май, жұмыртқа, сүт, ұн және какао қажет болады. Барлық қоспалардың мөлшерін астына жазып қоямын. Жұмыртқаларымызды жарып, қант қосып, тұз салып, жақсылап ағарғанша, көпіргенше миксермен айналдырамыз. Мінекей осындай болу қажет. Кейін сүтімізді, сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Негізі қамыр қопсытқышты қосу керек, менде болған жоқ, сондықтан мен ас соданы уксуспен сөндіріп, қамырымызға қостым. Ұнды иліктен өткізіп, аз-аздан қосып отырамыз. Қамырды екіге бөліп, біреуіне какао салып араластырамыз. Формамызды алдын ала майлап қоямыз, кейін бір-бір қасықтап, кезек-кезекпен құйып отырамыз. Менде әсел пеші, мен алдын ала оны 160 градусқа қыздырып қойдым. Пирогымыз дайын болды. Енді оны суытып қоямыз. Мен үстінен крем жағатын болдым. Сіздер жақпауларыңыз да болады, немесе басқа крем жағуларыңызға болады. Қаймақ, қоюлатылған сүт және какао. Барлығын біріктіріп, үстінен жағып қоямын. Ыстық жақындамасын.
пирогымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоюға болады. Барлықтарыңызға ас болсын.